Сәлем баршаңызға. Банка жабу сезоны басталды. Қазіргі жемістер пісіп жатыр барлығы. Шие, өрік, алма салып, компот жаудық. Осылай әдемі қып-қызыл етіп. Сіздерге де қалай ішіндегі жеміс жидектері езіліп кетпей, былшылдамай осылай бүтін әдемі болып шығатын компот рецептімен бөлісіп өтемін. Менімен бірге болып видеоның соңына дейін көріңіздер. Пікір қалдырып, лайк басып, комментарий жазып қалдырыңыздар. Алдымен таза жуылған банкаларымызды, менде бұл жерде 2 литрлік 3 литрлік банкілерді осылай қайнап тұрған суда 4-5 минуттан стерилизовать етіп аламыз. Бұл міндетті түрде стерилизовать етіп болғаннан кейін осылай төңкеріп қоямыз. Егер жақсылап істемесек, бізде жапқан банкымыз ашылып кетуі мүмкін. Енді шие, алмаларды турап, барлығын жуып алдын ала тазалап кептіріп аламыз. Өріктерді 1-2 литрлік банкіге біз 2 кесе шие салдық, 4-3 өрік салдық. Алма үлкендеу болса 4-ке бөлдік, болмасам 2-ге бөлдік. Осылай өздеріңіз қалағанша саласыздар. 2 пиала, 2 кесе, яғни шиемен бізде бір банкада беймарал қып-қызыл әдемі әрі дәмді болып шығады. Өздеріңіз қалағанша саласыздар тағы да. Банкі жабатын крышкамызды да осылай жақсылап қайнап тұрған суда 4-5 минут қайнатып аламыз. Банканың ішіне құйылатын суды да үлкен кастрюльге немесе ошақ қазанға істеген дұрыстау. Бірінші жақсылап сақырлатып қайнатып аламыз. Сол қайнаған судан жаңағы банкілеріміздің үстіне құйып шығамыз. Жақсылап толтырып. Ішіндегі жеміс жидектерді осылай сап шыққаннан кейін үстіне суды құямыз. Ол қазанға жеміс жидектерді салып, бәрін біршылдатып қайнататын болсақ, ол былшылдап езіліп жаған болып кетеді. Ол кезде уже бізде компот емес, варенье болып қалады. Соның үшін осындай әдемі езілмей, әдемі бүтін болып тұру үшін осылай банкының өзіне салып, үстіне құйған дұрыс. Үстіне суын құйғаннан кейін сразу міндетті түрде крышкасын жабамыз, ішіне ауа кіріп қалмау керек. 20 минуттай, жарты сағаттай күте тұрамыз. Енді осы суда өзі кішкене күтініп тұру керек. 20 минут өткеннен кейін жаңағы өзіміздің қазанға ішіндегі суыны соңына дейін толықтай құйып тастаймыз барлығыны. Қазір оны да қайтадан барлығын тағы бір рет қайнатып аламыз. Мына осылардың барлығын ішіндегі суыны төгіп, соңына дейін қазанға қайнатып аламыз. Төгіп болғаннан кейін ішіне 2 литрлік банкіге біз 150 граммнан қант салдық. Біз сәл кішкене аздау, қатты тәтті ішпейміз, аздау саламыз. Егер сіздер өздеріңіз қалауларыңызша 200 грамм салсаңыздар да болады, тәтті қып ішем десеңіздер. Егер қатты тәтті болып баратса, сол қыста ашып ішкен кезде ішіне су араластырып жіберіп, кипяток құйып жіберіп ішсеңіздер де болады. Бәріне салып алдық. Енді жаңағы компоттан құйылған суды жақсылап сақырлатып осылай қайнатып алуымыз керек бізде. Міндетті түрде қайнап тұрған жерінен суды алып, банкілердің үстіне толтырып құямыз. Толтырып құя беріңіздер, тола төбесіне дейін, банкының сызығына дейін. Неге десеңіздер, бұл бізде әлі шие, өрік, алмалар өзіне су тартып ісінеді. Сол кезде компот азайып қалмау үшін осылай толтырып құя берген дұрыс. Бетіні закривашкамен жауып болғаннан кейін жерге осылай сәл жұмсақтау жерге қойып, ішіндегі қантын 1-2 араластырып осылай ерітіп жібереміз. Енді үстіні жақсылап жауып, орап қоямыз, бір түнге қалдырамыз. Сонымен бір түн тұрды бізде компоттарымыз дайын. Енді бір шетке салқындау жерге қойып қоямыз. Подвалға немесе өздеріңіздің бір бөлмеге арнап қоясыздар ғой, банкілерді сояққа қойып қойсақ болады. Қысқа дейін тағы да светтері шығып, дәмдері кіріп, өте күшті компот болады.